Ұстаның үйі. Бір ауданда есімі елге әйгілі, қолынан өнер тамған шебер ұста тұрады екен. Жұртшылық оның ептілігіне, өз ісін жоғары деңгейде орындайтын шеберлігіне таңғалысыпты. Әшекей бұйымдардан бастап, үйінің қымбат мүлкін барлығын сол шеберге сеніп тапсырыпты. Бір күні ұстаның үйіне алыс бір елден мекеннен қонақтар келеді. Елге әйгілі шебер адамның даңқын естіген олар ұстаға көп тапсырыс беріп, демала тұру үшін үйіне кіреді. Алайда ұстаның тұрып жатқан үйі қарапайым ғана кірпіштен соғылған 4 қабырғалы баспана екенін көрген олар ақыры шыдамай, сіз осы өңірге танымал керемет шебер ұста бола тұра осындай үйде тұрады деп ойламаппыз, дейді. Сонда ұста: «Иә, біз бұл жерде уақытша тұрып жатырмыз. Менің үйім ауылдың шетінде, әлі соғылып жатыр», деп жауап береді. Шыдамаған қонақтардың біреуі қызығушылығы оянып: «Онда ертең бізге сол үйіңізді көрсетсеңізші», дейді. Ұста келіседі. Ол түн қонақтарға ұзаққа созылып кеткендей, құтты уақыт тоқтап қалғандай, өтпей жатқандай болады. Олар ұста не де болса үлкен бір сарай соғып жатыр-ау деп ойлайды. Бірі: «Қолынан келмейтіні жоқ адам ғой. Шіркін, ішінде ең әдемі үлгіде, ешкімде жоқ өрдектермен әрлейтін шығар», десе, екіншісі: «Ұстаның үйінің есігінің өзі ерекше үлгіде болатын болар», деп әртүрлі ойға кетеді. Сөйтіп не керек? Таң атып, қонақтарды ұстада аман-есен оянып, реттеліп алған соң ауылдың шетіне шығады. Қонақтардың бірі: «Ұста өзейін елден алыс, тыныш жерге салғысы келген ғой», дейді ақырын ғана сыбырлап. Арада біраз уақыт жүргенде қырдың артынан ескі мола көрінеді. Сонда ұста сәл кідіріп: «Міне, менің тұрағым осы жер. Ал ана үйде уақытша тұрып жатырмын. Бұл дүниеде қалай өмір сүріп, қалай жүріп тұрсам, ана үйім соған қарай соғылмақ», дейді. Иә, адам өмірі негізінен 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, жасөспірімдік кезең. Бұл уақытта сенде уақыт та, күш те көп, бірақ ақша жоқ. Екінші, энергияңа толы жастық кезең. Бозбала, бой жеткен кез. Бұл уақытта күш те бар, жұмыс та бар, бірақ уақыт жоқ. Үшінші, кәрілік кезең. Сенде ақша да бар, уақыт та бар, бірақ күш жоқ. Міне, бұл өмір. Біз үнемі өзгелерден өмірі қызық, бізден гөрі басқалар әлдеқайда бақытты деп ойлаймыз. Өз өмірімізге көңіліміз толмайды, бақытсыздыққа ұрынамыз. Алайда бұған себеп болатын нәрсе бірақ дүние ұмытып кететініміз екен. Ол жақсылықты дер кезінде көріп, бақытты сәтіңді бағалай білу. Сөйтсем бақытты болам, бұлай болған кезде ғана алаңсыз жүрем деп ойлама. Осы сәтіңнен, осы қалпыңнан ләззат ал. Шаттан, күл, шүкіршілік ет, бағалай біл, қарапайым бол. Жазба Facebook парақшасынан алынған. Оқыған Қуаныш Толыбекұлы.